Қайырлы күн, құрметті достар. Қазір мынадай бір қарапайым есепті сіздерге шығарып көрмекпін. Тригонометрияның қарапайым есебі. Берілген көріп тұрсыздар өздеріңіз. Табу керек синус 2 тетаны дейді. Енді бұл жерде өте бізге қажетті нәрсе мынау. Бізге айтып тұр сүйір бұрыш деп. Демек, бұрышымыз біздің былай салуға болады ол бұрышты. Косинусы беріліп тұр. Сондықтан біз осындай сүйір бұрыш саламыз. Тетамыз мұнара. Демек, косинустың анықтамасы бойынша іргелес катеттің гипотенузаға қатынасы косинус тер. Сондықтан осылай жазалам. Ал енді бізге табу керек синус 2 тетаны. Синус 2 тета. Ол енді екі еселі аргументтің формуласы бойынша ол 2 синус тета көбейтілген косинус тета деген формуланы береді. Солай емес пе? Демек, маған қазір мынау дәл қазіргі моментте бар косинус тета, ал маған керек мына синус тета. Сол синус тетаны табу үшін мен қайта мына үшбұрышқа барам. Үшбұрышқа барам, міне тікбұрышты үшбұрыштан Пифагор бойынша мынаны таба алам, иә. 3-тің квадратынан азайтам 2-нің квадратын, катет болғандықтан. Демек 9-4-тан 5. Мына қабырғамыз түбірасты 5 екен. Не үшін бұны таптым? Себебі осы арадан мен синус тетаны таба алам. Синусым дегенім қарсы катеттің гипотенуза қатынасы. Олай болса, синус 2 тета тең 2 көбейтілген синусым сол кезде түбірасты 5 бөлінген 3 көбейтілген косинусым 2 бөлінген 3 болды. Сонда жауабы бөлімінде 9, алымында 4 түбірасты 5 болады екен. Осылай бұл есеп шығады. Не, тағы да бір пункт осы есептің. Бірақ та бұнда тек теңдеуді шеш дейді. Мынадай берілген ескеретін өте маңызды нәрсе мына шарт. 0 мен 90 градустың арасында табылған бұрыш. Енді ең бірінші мына теңдеуді шешу үшін біз 3 синус 2 тета көбейту секанс тета тең 5 деген теңдеу берілді. Енді мынаны жаңағы екі еселі аргументтің ережесі бойынша жазып алайық. Сол кезде 2 синус тета көбейту косинус тета. Екінші секанстың ережесі. Секанс дегеніміз ол 1 бөлінген косинусты береді. Олай болса. Сол кезде мына косинус пен косинус қысқарады. Бізде не қалады? Мына екеуін көбейтсек 6 көбейтілген синус тета тең 5. Синус тета тең 6-тан 5. Енді бұрышты табатын болсақ, тета тең арк синус 6-тан 5 дейміз. Қазір енді бұны калькулятормен көремін. Калькулятормен шығарған кезде ескеретін нәрсе, мына калькуляторда мына d және мәтіс деген функция тұру керек. Міне. Ең бірінші енді арк синус болғандықтан біз қазір мына shift басамыз. Shift басқан кезде синустың арк синус деген нәрсе шығады. Міне арк синус тегер минус 1 деп тұр. Орнына қоямыз 5 бөлінген 6. 5 жерге бөлу 6 деуіме болады. Не болмаса бүйтіп те жазымыз. Бөлшек қойып үстіне 5 бөлімде 6. Сол кезде жарық таман түсіп тұр. 56-да 44, 26 деген не шықты. 56-да 44 градус деуімізге болады. Енді бұны одан сайын нақты неше градус, неше минут десек, біз мына бір кнопканы басамыз. Сол кезде міне нақты шығады. 56 градус 26 минут 33 секунд деген сол ғой. Градус 56 градус 26 минут 33 секунд. Не осылай калькуляторда қолданып қарапайым есептер шығару керек.